Сәлем достар, бүгін сіздерге біздің апталық азық-түлігімізді сатып алуымызды көрсетемін. Әрқашан ең жылы, пайдалы әрі дәмді тағамдарды алуға тырысамын. Бұл жолы біз жаңа көкөністер мен жаңа свежий жемістерді алдық. Және де сүт өнімдерін, шайға дәмді тәттілер, үйге күнделікті қолданатын әртүрлі тағам түрлерін алған болатынбыз. Жалпы осы біздің апталық азық-түлікке 50 000 теңге шықты. Жалпы бір аптаға мұндай сома менің ойымша жаман емес. Барлығы жеткілікті әрі пайдалы. Сіздер қанша теңгеге аласыздар апталық азық-түлікті комментарийге жаза кетіңіздер. Мен бұл жерде жүзім алдым. Бұл жүзім осы сезонның жүзімі. Өте дәмді әрі бағасына өте сай. Және де свежий банан алдым. Себебі менің кішкентай балапаным күнделікті банан жейді. Келесі бұл жерде мен томат және де аджик алдым. Томат бізде айына кетеді, көп қолдана бермеймін негізі. Және де бұл жерде шұжық, ол дәмді шұжық, әрі халал. Күнделікті бізге шайға қажетті сүт. Және де шемішке майы. Осындай азық-түліктер аптасына біздерде созылып қалады. Және тауық. Біз тауықты арасында тамаққа қосып тұрамыз. Басқаша тамақтар жасаған кезде. Және де мен бұл жерде 2 түрлі сусын алдым. Сарыағашты мен бұл жерде өзім үйден лимонад жасайын деп алдым. Міне бұл жерде бізде алдым. Бұл біздені біз футбол көруге. Мінеки бұл жерде бір апталық, тағы бір келесі апталық азық-түлігіміз. Бұл жерде алма шырыны. Және де бұл біз негізі біздені жиі аламыз, байқаған болсаңыздар. Және де алма шырынын апта сайын аламыз. Мен бұл азық-түліктерді жалпы 8500 теңгеге жобасында алған болатынмын. Екінші азық-түлікті міне ұн алдым. Біз ұн өнімдерін көп қолдана бермейді екенбіз үйде. Міне тағы да банан апталық қызымның қажеттілігі. Және де асқабақ тамаққа қосқанға өте дәмді болады. Кішкентай балаларға өте пайдалы күз мезгілінде, бойына жақсы дәрумен сіңеді. Бұл вафли бізде шаймен ішкенге қажетті. Және де бұл шоколад, кішкентай формадағы Twix. Келесі бізде пельмен. Мұны мен арасында ғана қолданамын. Сорпаға, түрлі тағамдар түрлеріне. Келесі бізде шоколад милка, биос кішкентай, сникерс. Және де колбаса. Бұның барлығы осы жерге бағасын көрсететін боламын. 8467 теңгені құрады.